Әпкемен де елдің бәрі сұрап жатыр да, дайрект десе қалай аздыңызшы, мен действительно айтыңызшы, мен де аз болайын. Ғой, күйеуім біреуге барып жүр екен. Түсіндім. Соны уайымдап асып кеттіңіз ғой? Жоқ. Кейіннен ол өтірік болып шықты да, біз барып бірден кредит алдық. Нелеріңіз бар, соны жолап кредитке асып кеттіңіздер ғой? Жоқ, тоқтасай. Содан кредит алдық та, біз су жаңа машина алдық. Болды, түсіндім. Машина алғаннан кейін железно асып кеттіңіз. Тоқташы, тыңдасай әңгімемді. Сөйтіп жүрген кезде карантин басталып кетті. Сонымен ойбай деп карантинмен алысып жатқан кезімізде аяқ астынан қайынсіңлім той жасайтын болды. Ал енді ол тойға барайық десек, Сарыағаш суалып кеткен. Біздің үйдегілер о тойға барайын десе, Төле би жақ суалып кеткен. Сонымен ал екі ортада судың ортасына жүр ал. Тоқтаңызшы. Қалай аздыңыз, оны телевизордан көріп қойдық қой суалып кеткенін. Сен мен азғанып сұрап жатсың ба? Соны сұрап жатырмын ғой бағана бері. Мен қайдан білейін? НЛ ғой құрсын. Бірден сөйтіп айтпайсыз ба бағана бері? Енді НЛ болғанда былай бол. Олар НЛ-да бүйтеді екен. Болды, өзім біліп аламын оны. Қойыңызшы қазір. Тас дәуірінен бастап кетейін деп. Тоқтасай.